Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсын кезекті сабағына көргеніңізге қуаныштымыз. Біз бүгін сізбен қызықты проектті жасап үйренетін боламыз. Біз DC мотормен тұрақты тоқпен қамтамасыз ететін моторлармен біз бүгін қызықты проект. Ол қандай қызықты проект деп ойлауыңыз мүмкін. Біз бүгін сізбен желдеткішті немесе small fan, яғни кішкентай ғана фендерді құрастырып үйренетін боламыз. Бәріңізге сәлем, бүгін біз қызықты проектпен жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі проектіміздің тақырыбы кішкентай ғана фен немесе желдеткішті құрастыру болып табылады. Негізгі проектіміз осы. Және де бүгінгі бізге қажет болатын, ол біздегі желдеткіштің рөлін атқаратын осындай айналдырғыштар, және де бізде DC мотор, яғни тұрақты тоқтың моторы керек болады. Және де осындай, егер де ELAB.kz интернет дүкендер желісінен алатын болсаңыздар, осындай дайын желдеткіштердің нұсқаларын алатын боласыздар. Және де сіздер ELAB.kz интернет дүкендер желісін сатып алу арасында сіздер жеңілдіктермен және де купондарға иеленетін боласыздар. Осындай встроенный Arduino датчиктерін немесе моторларын сіздер сатып ала аласыздар, және де бұл сіздерге тиімді және де арзан деп ойлаймын. Және де бізге DC мотор драйвері қажет болады, және де бұл біздегі ANC 2003 бұл жердегі бізде транзисторлардан құралған құрылғы, яғни тұрақты тоқ моторын біз басқа 500 миллиамперден максимум 600 миллиамперге дейінгі тоқты бере алатын, және де 500 миллиампер жүктемені, нагрузканы жасай алатын осындай кішкентай чипті пайдаланатын болам. Және де бүгінгі проекттің негізгі құрылғылар ретінде тағы да бізге баттон керек болады, яғни кнопка немесе батырма керек болады, және де жарық диоды қажет болады. Және де әдеттегідей жалғағыш сымдар, макеттік плата, тақтамыз, жалғағыш сымымызбен біздегі Arduino Nano микроконтроллері. Бірден іске көшетін болсақ, негізгі мақсатын айтып кетейін. Негізгі мақсат біздегі кнопканы басу арқылы 3 деңгей болады. Бірінші деңгей 150, екінші деңгей 200, үшінші деңгей 250 жылдамдық беру арқылы біздің желдеткішіміз іске қосуы қажет. Және төртінші рет басқан кезде желдеткішіміз немесе яғни күнде ыстықта пайдаланатын біздегі вентиляторымыздың қызметін атқарады, немесе small fan немесе кішкентай ғана феннің қызметін атқаратын. Осындай біздегі негізгі принцип осындай, яғни кнопканы бірінші рет басқан кезде 150 жылдамдықпен желдеткішіміз айналатын болады, екінші басқан кезде 200 жылдамдықпен, үшінші басқан кезде 250, төртінші рет басқан кезде біздегі желдеткішіміз тоқтайтын болады. Бүгінгі негізгі эксперименттік жұмысты бастау үшін біздегі Arduino Nano микроконтроллеріндегі көріп отырғандарымызды 5 вольтпен біздегі граундқа жалғап алайық, макеттік платаға. Бірінші бізде плюсті жалғап алайық, плюс бізде 5 вольтқа жалғануы қажет, ал біздегі минусымыз граундқа жалғануы қажет. Бұны жалғап болғаннан кейін ендігі кезекте көріп отырғандарымыздай біздегі жаңағы DC мотор драйвер, яғни тұрақты тоқпен пайдаланатын мотор драйверіміз. Бұл мотор драйвер арқылы осы жерден айналатыны бар, және де бұны ажыратып қоссаңыздар болады. Және де мотор драйвердің өзін пайдаланамын десеңіздер, осындай қобдишасы керек емес болса, тек өзін пайдалансаңыздар болады. Және де көріп отырғандарымыздай бізде екі жалғағыш сым берілген. Бұл жалғағыш сымымыздың плюсі бірінші қызылы плюс, ал қоңыр түспен жалғанғаны ол бізде минус болып табылады. Және де бұл тұрақты тоқ болғандықтан, тұрақты тоқтан байланыстыратын болғандықтан, бұл жерде плюс минус міндетті түрде болуы қажет. Осыны біз енді ANC чипына жалғауымыз қажет болады. ANC 2003 деген осы чипқа жалғануымыз қажет болады. Және де бұл жерде көріп отырғаныңыздай транзисторлардан, LED-тардан және резисторлардан, және де тағы да басқа көптеген компоненттерден құралған. Оны сіздер ELAB.kz интернет дүкендер желісінен қарап характеристикасын көрсеңіздер болады. Сілтемесін төменге қалдыратын боламыз. Және де бұл
бүгінгі жасалатын проектіміздің негізгі нұсқамасы ретінде біз ELAB.kz интернет дүкендер желісіне сақтап, және де сіздерге қай жерден сатып алу керектігін төменгі сілтемеден көре аласыздар. Және де осылай ендігі кезекте біз шығыс бөлігіне бізде бұл чипта кіріс бөлігі бар, инпуттардан құралған, және шығыс аутпут бөліктерден құралған. Аутпут бөлікке біз жалғайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай. Жалғадық. Ендігі кезекте бізге қажет болатыны осы жерден біз input 3, input 4-ші яғни кіріс аяқтарын digital бөліктегі 10-ші 11-ші пенға жалғайық. 10-ші 11-ші пенға апарып жалғайық. Digital 4-ші аяғын біз digital бөліктегі 11-ші пенға апарып жалғайық. 3-ші бөлікті 10-ші пенға апарып жалғайық. Көріп отырғанымыздай. Және де ендігі кезекте бізде бұл көріп отырғандарыңыздай бұл чипта төменгі жағында бізде плюс минусы бар. Төменгі жағында, ана жағында плюс минусы бар. Бұл плюс минусты біз макеттік платадағы плюс минуспен аламыз. Бұл минусқа жалғаймыз апарып, плюсті плюске апарып жалғайтын боламыз. Плюсті плюске апарып жалғаймыз. Ендігі кезекте қалған біз моторды қостық. Яғни осы моторды қостық. Енді осы моторды басқару үшін бізге кнопка және жарық диоды қажет болады. Яғни біздегі желдеткішіміз қосылғанда жарық диодымыз жануы керек, және де кнопканы басып, әрқайсысының жылдамдықтарын өзгертіп отыруымыз қажет. Кнопкада көресіздер, өздеріңіз 3 аяқ болады. Бұл 3 аяқтан бізде S, плюс, минус, және де бұл жерден 3 аяғын бірден жалғап алайық. Осы жерден 3 аяғын бірден жалғап алайық. Енді кезекте бізде бірден бұны сарыны минусқа жалғаймыз. Көкті плюске жалғайтын боламыз. Енді S-ті біз көріп отырғандарымыздай. S-ті біз digital 12-ші пенға апарып жалғайтын боламыз. Енді кезекте бізде жарық диодының только groundта ғана жалғайық. Тек groundты қызыл бөліктегі groundты және redті ғана жалғайық. Минусты ғана апарып жалғайық. Сосын плюстен 9-ші пенға апарып жалғаймыз. Redті 9-ші пенға апарып жалғаймыз. Ендігі кезекте бізге толықтай жалғап болдық. Енді біздегі көк минусымыз шығып кетті. Ендігі кезекте минусты апарып жалғайық. Енді кезекте біз USB кабельді жалғадық Arduino Nano микроконтроллеріне. Енді біз өз ноутбугымызға жалғайтын боламыз. Өз ноутбугымызға жалғаймыз. USB кабелімізді жалғайық. Біздің бүгінгі проектіміздің скетчін Arduino IDE платформасына жазатын боламыз. Бұл негізгі платформа, скетч кодты жазуға арналған, және де кодымызды баста. Бізде бірінші кнопкамыз, яғни батырмамызды digital бөліктегі 12-ші пенға жалғаған болатынбыз.
оны біз сол айнымалыны интежер типті деп button pin 12 деп алсақ болады. 12 деп жазайық. Одан кейін біз мотор, яғни DC мотор драйверге жалғанғанымыз, ол бізде мотор input 4-ші, input 3-ші, яғни 3 пен 4-ті біз 4-шіні 11-ші пенға жалғандық. Мотор in 4-ші, мотор in 4. Ал 3-шіні мотор in 3-ді біз 10-ші digital бөліктегі пенға жалғадық. Оның барлығын константа деп алып жатырмыз, интежер типті, және де біздегі red пиніміз, яғни жарық диодымыздың қызыл түсін біз 9-ші пинға жалғаған болатынбыз. 9-ші пинға жалғадық. Барлық біздегі Arduino Nano микроконтроллеріне жалғанған, пиндарға жалғанған пиндарымызды, яғни жалғанғыш сымдарымызды толықтай айнымалы ретінде алдық. Яғни button pin, мотор in 4-ші, мотор in 3-ші, red pin деп алған жазғандарымызды барлығын жазып алдық. Енді біз қосымша айнымаларды жазатын боламыз. Біздегі тағы да айнымалармен танысатын болсақ, long деген айнымалы, бұл ұзын деген айнымалы, интежерден типінен ұзынырақ, яғни long типті, last bounce time деген айнымалыны 0 деп алатын боламыз, және де тағы да long деген айнымалы debounce delay 50 деп алатын боламыз. Debounce delay тең 50 деп алсақ болады. Және де тағы бір қосымша айнымалы, бұл кезде integer типті last button state, яғни бұл state'ті біз low деп алатын болсақ, яғни 0-ге тең болатын integer last button state тең low деп алсақ болады. Және де бізге қосымша айнымалы, яғни біздегі жадымыздан, памятіміздан орын бермес үшін define деп жазатын боламыз. Яғни define деп отырғанымыз бұл жерде памяттан орын бөлмейді, тек нұсқайды. Яғни rank 1 деген айнымалымыз бар. Rank 1-іміз памятта сақталмайды, яғни 150 дегенімізді сақтамайды. Бұл бізде сондай айнымалы define деп жазатын болсақ, онда біз rank 1, rank 2, rank 3 бұл жерде бізде 150, 200, 250 бұл бізде жылдамдықтардың спейдтерді білдіреді, яғни желдеткішіміздің жылдамдықтарын білдіреді. Және де жаңа бір айнымалы integer button state деп алатын болайық. Button state, және де тағы бір айнымалы state 0, яғни бұл стейтіміз, яғни кнопканы бірінші рет, екінші рет, үшінші рет, төртінші рет басқанда қандай жағдайлар болатын енгізілуі қажет, және де state 0-ден басталып тұр. Енді кезекте біздегі button state, start, осы үстіндегі жалғанған digital Arduino Nano микроконтроллеріне жалғанған пиндарымыздың барлығын setup функциясында конфигурациялайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай бізде кнопканы басамыз, кнопканы басқан кезде біз Arduino Nano микроконтроллеріне сигнал береміз. Button pin ол бізде input, яғни кіріс айнымалысы. Ал қалғандары бізде шығыс айнымалысы. Неге? Өйткені желдеткішіміз бізге жел соғады, яғни моторымыз айналады, жарық диодымыз бізге жарық шығарады. Бұлардың барлығы бізге көзге көрінетін, яғни жарықтан шығарады. Ал бізге кнопканы басқан кезде кіріс айнымалы ол тек Arduino Nano микроконтроллеріне сигнал береді. Сондықтан да олардың барлығын біз button pinнің ғана өзін input деп аламыз, ал қалғандарын output айнымалысы деп алатын боламыз. Соңғы айнымалымыз біздегі red pinімізді біз output деп аламыз. Тоже. Яғни бізге жарық шығарады, жарықты біз көреміз. Мотор, DC моторымыз, тұрақты тоққа қолданылатын, қуаттанатын моторымыз біздегі айналады, яғни желдеткішіміз айналған кезде ол біз көзге көреміз. Және де serial begin 9600 боттымызды қосатын боламыз монитор порттағы сигналымызды жасау үшін. Енді loop функциясында біз негізгі кодты жазатын боламыз, негізгі скетч жазатын боламыз. Біздегі негізгі скетчіміз ол бізде кнопканы басқан кездегі қандай шартты орындау керек, қандай condition болу керек, соны жасайтын боламыз. Біздегі flag деген айнымалы, бұл flag деген айнымалы boolean типті, ол digital rate, яғни digital rate деп отырғанымыз button pinді оқу керек. Button pinіміз бізде digital 12-ші пенға жалынған. Digital rate'іміз біздегі
ол оқиды сигналды. Біз кнопканы басқан кезде ол сигналды оқиды. Ол сигнал қандай сигналдарды оқиды? 0 мен 1-ді ғана. Boolean типті деп айтып отырмыз. Boolean типті сигналды оқитын болады. Яғни button pinіміз input кіріс айнымалысы болғандықтан оны біз Arduino Nano микроконтроллеріне сигнал жібереміз. Сигналды біз digital read деген функция арқылы оқимыз. Ол boolean типті. Ол boolean типтен біз 0 мен 1-ді ғана аламыз. Және де сөйтіп serial print lnға біз flag деп монитор портқа жалғайтын боламыз. Ендігі кезекте флагымыз last button state. Last button state деп отырғанымыз ол бізде бағана low деген болатын біз. Low яғни флагымыз 0-ге тең емес болса, онда last debounce time'ды яғни миллисқа әрбір секундқа айналдыр деген сөзге келуіміз қажет болады. Яғни бізде көріп отырғандарымыздай осы 0-ге тең емес болса, 1-ге тең болатын болса, онда last debounce time яғни миллис болуы қажет. Last debounce time ол бізде жоғары жақта 0-ге тең. Сондықтан да қателестік. Біз last debounce time'ымыз тең болады. Миллис деп, яғни әрбір секундына тең болуы қажет болады. Көріп отырғаныңыздар, last bounce time ол 0-ге тең. Енді шарт орындалатын болса, онда миллисекундтарға тең болады. Әрбір секундтарға тең болатын болады. Last bounce times. Енді екінші шартымыз әрбір секундтардан азайтамыз last bounce times. Әрбір секундтан last bounce times азайтқан кезде debounce делейміз бізде 50-ге тең. Debounce делейміз 50-ге тең. Сол 50-ден жоғары болатын болса, біздегі 50-ден жоғары болатын болса, ол кезде тағы да қандай шарттар орындалуы мүмкін? Button state'іміз, яғни біздегі үстіндегі қосымша айнымалымызға тең болуы мүмкін емес болуы мүмкін. Одан кейін тағы бір шартталамыз да flag. Біздегі флагымыз button state'ға тең болмауы қажет деп алсақ. Леп белгісі тең біздегі button state'імізға тең болмауы қажет болсын. Және де ол кезде біздегі button state'іміз флагқа тең болсын. Флагтың мәні кнопкада қандай пәрменді береді, сол пәрмен орындалатын болсын. Және де одан кейінгі бізде button state'іміз яғни 1-ге тең болатын болса, яғни кнопка басылған болатын болса, онда келесі бір шарт орындалсын. Button state тең high, яғни 1-ге тең болатын болса, онда digital бөліктен оқыған 0 мен 1-ді оқыса 1 болатын болса, онда біздегі қызыл жарық диодымызды жандырсын. Digital red pin high деп жазайық. Ол өйткені моторымыз қосылды, яғни кнопка басылған кезде кнопка басылса, онда біздегі жарық диодымыз жансын деген сөзді берейік. Және де state плюс 1-ге қосылып отырсын. Яғни 1-ге тең болған кезде, кнопка басылған кезде ол 1-ге қосылады. Яғни бастапқыда ол стейтіміз 0, яғни бірінші рет басқан кезде 0 плюс 1 ол бірінші болатын болса, онда осы жерден state плюс 1, яғни яғни 1-ге қосылды. Және де бұл жерде стейтімізді қарап алайық. Стейтіміз яғни 5 болған кезде ол 4-тен үлкен немесе тең болатын болса, онда 0-ге тең қылып, оны біз қайтадан 0-ге теңестіреміз. Қайтадан жүйе орындалады, қайтадан біздегі осындай цикл орындалады. Потом одан кейін else-імізде бізде жарық диодымыз сөнетін болсын. Яғни стейтіміз 0-ге тең болатын болса, жарық диодымыздың қосудың қажеті жоқ. Кнопка басылмаса, жарық диоды қосылмай-ақ қойсын. Одан кейін бізге ендігі кезекте әрбір басылған кнопка бірінші рет басқан кезде, екінші рет басқан кезде, үшінші рет, төртінші рет басқан кезде біздегі кнопкаға оларға шарт беру керек. Яғни программированиеда көп шарттарды қолданбас үшін switch деген жаңа оператор, жаңа команда, for, if, else деген секілді switch деген біздегі жаңадан адамдар if пен else-ны жаза бермес үшін
switch деген оператор қолданылады. Switch деген таңдау оператор. Яғни біріншіге тең болатын болса, онда мына функцияға барсын. Екіншіге тең болатын болса, мына функцияға. Үшінші ретке тең болған болса, мына функцияға деген секілді. Яғни адамдарды шатастырмау үшін әркімнің таңдауы бойынша сол функция шақырылатын болсын деген. Яғни біз else-ны толықтай орындап болғаннан кейін біз енді кезекте switch state, яғни state'іміз ол бізде басында 0 болды. Мен бір рет басамын, бір рет басқан кезде state'ім 0. 0 плюс 1 1-ге тең болады. Яғни ол 1 болатын болса, switch, яғни state'ім, яғни case'ім 1-ге тең болатын болса, онда мен айтып отырған функция, кез келген функция clockwise деген функцияға берейік. Ол clockwise-іміз бірінші ол бізде rank 1-іміз, яғни 150-ге тең болсын. Rank 1-імізге тең болсын, және де break тоқтасын деген сөз. Break тоқтасын. Енді осы жерден біз келесі case 2-ні жазбас бұрын, case 2-ні жазып жатырмыз қой. Қазір біз clockwise rank 2, яғни 200-ге көбейсін. Екінші рет басқан кезде оның жылдамдығы 200-ге көбейсін деп жазып жатырық. Енді біз осы жерден тоқтай тұрып clockwise-дің функциясын құрайық. Кез келген функцияны құру үшін void деген алдына қосымша мәнді жазатын боламыз. Void, содан кейін clockwise деп жазамыз. Clockwise, және де ішіне біз параметр жазамыз. Ол қандай параметр болуы мүмкін? Қабылдайтын параметр ол бізде int speed, яғни біздегі жылдамдығы. Ол жаңағы rank 1-дегі 150, rank 2-дегі 200, rank 3-дегі біздегі 250. Яғни осы жылдамдықтарды қабылдау арқылы бізге serial print ln speed-тің мәнін шығарып тұрсын, яғни қаншалықты жылдамдықты көрсетіп отыр, соны шығарсын. Одан кейін бізге analog write, яғни analog write бірінші motor in 3-імізді 0-ден бастасын, потом analog write motor in 4-імізді speed, яғни жылдамдыққа. Яғни 0-ші жылдамдықтан келесі бірінші басқан кезде 150-ге, екінші басқан кезде 200-ге, үшінші басқан кезде 250-ге солай көтере береді. Яғни жылдамдыққа беру барысында clockwise-дің ішінде біз қандай параметр береміз, сол параметр бойынша бізге сондай жылдамдық береді. Яғни көріп отырғандарымыз сондай жылдамдық береді. Ендігі бізде бір деп басқан кезде clockwise-іміз 150, екі деп басқан кезде бізде speed-іміз яғни 150 болады. Екінші рет басқан кезде clockwise-іміздің ішіне rank 2. Rank 2 деп отырғанымыз біздегі жылдамдығымыз 200 деген сөз. 200-ге беретін боламыз. Rank 2-мізді 200-ге береміз. Бұл деп отырғанымыз rank 2, 200, жылдамдығы 200. Содан кейін тоқтатамыз. Яғни бірінші rank 2-ге берілгеннен кейін 200 жылдамдықпен айналып жатырсам, онда қалған жылдамдықтың қажеті жоқ. Үшінші рет баспасам, онда ол 200 жылдамдықпен айналады. Егер үшінші рет бассам, мен үшінші рет басатын болсам, үшінші рет басқан кезде жылдамдығым уже 250-ге көбейеді. 250-ге көбейген кезде сол айналған жылдамдық ол 200-ден басталады, 200-ден 250-ге көбейеді. Яғни содан кейін default, яғни бұл таңдамалар 1, 2, 3 дегенді таңдадық. Ал қалған таңдаулар болмайтын болса, онда clockwise-іміз 0-ге тең болсын. Көріп отырсыздар ма? Яғни ол default, яғни 4, 5, 6 ол 1000-ға дейін кете беруі мүмкін. Қалған таңдамалар қайда деген кезде, онда ол жылдамдығым 0 болсын. Яғни тоқтасын. 4-ші рет басқан кезде немесе 5-ші рет басқан кезде менің жылдамдықтарым тоқтасын деген сөз. Біз толықтай бүгінгі скетчі жазып болдық. Яғни осы скетчі жазу барысында біз әрбір жылдамдықты, яғни кнопканы басқару арқылы, желдеткішті басқару арқылы қарапайым үйде қолданылатын немесе базарда сауда орталықтарында сататын осындай жеңіл желдеткіштер немесе ауа желдеткіштерін сіздер өздеріңіз үй жағдайында құрастырып, өздеріңіздің үстелдеріңізде қойып, кнопка арқылы басқарып өздеріңізге күн ыстықта осындай желдеткіштер орнатсаңыздар болады деген үміттемін. Дәл осындай біз компиляцияға беретін боламыз. Компиляция кезінде бізде қате кетіп жатыр. Бізде сол қатемізді жөндейік қазіргі таңда. Біздегі қатеміз last деген кезде кішкентай әріппен жазып қойған сияқтымыз. Button pin дегенде біздегі екі төменгі регистрдағы сызықшаны жазып қойғанбыз. Осы бір төменгі регистрдағы сызықшаны жазатын боламыз. Нежный деген
Енді одан кейін біздегі last деген кішкентай әріппен кетіп қалыпты. Соны үлкен әріппен біз басында қалай жаздық, айнымаларды дәл солай соңына дейін солай жазып шығуымыз қажет болады. Компиляциямыз дұрыс орындалуы қажет, менің ойымша. Компиляция дұрыс орындалып жатыр. Компиляция дұрыс орындалды. Енді біз инструменттердің ішінен кіріп, процессорды, біздегі платамызды, біздегі портымызды таңдауымыз қажет. Біздегі яғни платамыз Arduino Nano микроконтроллер, процессорымыз 6 мега 328 outputter және портымыз COM7 деп таңдайтын боламыз. Одан кейін скетчімізді жүктейтін боламыз. Жүктегеннен кейін біз монитор портты бірден ашып қарасақ болады. Монитор портты бірден ашайық. Көріп отырғандарымыздай, біздегі монитор портымыз яғни бір рет басылған кезде оның жылдамдығы 150-ге тең болып жатыр. Көріп отырсыздар да, 150-ге тең болып жатыр. Яғни мен екінші рет, үшінші рет басқан кезде оның жылдамдықтары өзгерді. 200, үшінші рет басқан кезде 250, қайтадан басатын болсам 200, 250 көріп отырсыздар да. Одан кейін төртінші рет басқан кезде менің жылдамдығым тоқтады да, только тек оның флагын көрсетіп жатыр. 0-1 деп флагтарын ғана көрсетіп жатыр. Яғни сіздер өздеріңіз әрбір секундтардан кейін үзіліс жасап шығарсаңыздар болады. Яғни көріп отырсыздар, бірінші рет басқан кезде 150, екінші рет басқан кезде 250 деген сандар шығып жатыр. Біз скетчі жүктедік. Енді бізде батырманы бірінші рет баспас бұрын ол 150 жылдамдық болады. Яғни мен батырманы бір рет басамын. Қазір өздеріңіз қараңыздар. Жылдамдығым. Қараңыздар, жылдамдығын қараңыздар. Мен қазір бір рет басамын. Жылдамдығы 200-ге көбейді. Жылдамдығы 200-ге көбейді. Енді тағы бір рет батырманы басқан кезде оның жылдамдығы тағы да 250-ге көбейетін болады. Міне, дауысын естіп тұрсыздар, уже мынау максимум жылдамдығы, максималды жылдамдығы. Енді төртінші рет басам, төртінші рет басқан кезде тоқтау керек. Тоқтады, төртінші рет басқан кезде, көріп отырғандарымыздай төртінші рет басқан кезде тоқтады. Яғни біздегі жарық, біздегі берілетін кнопка басу арқылы біз кнопкаға пәрмен береміз. Яғни біз кнопкамен жұмыс жасау үшін, жарық диодымен жұмыс жасау үшін, мотормен жұмыс жасау үшін, моторға біз үздіксіз тоқ беруіміз қажет. Яғни үздіксіз тоқ беру деп отырғанымыз, бұл тоқтамай тоқ айналу барысында ол кернеуді қажет етеді. Яғни ол қандай кернеуді қажет етеді? Яғни біз DC мотор драйверді қолданған кезде UNS 2003 деген біздегі чипті қолдану арқылы біздегі көріп отырғандарымызды біздегі диджитал 11-10 пинға жалғану арқылы біздегі чип арқылы біз кнопка арқылы бір-бірімен байланысу арқылы кнопка арқылы осы экспериментті басқарамыз. Яғни кнопканы бірінші рет басқан кезде менде 150 жылдамдық болады. Яғни оны қайдан біледі? Яғни мендегі кнопка басылады. Кнопка басылған кезде ол логикалық типті кнопка, яғни кнопка 0 мен 1-ді ғана, яғни диджитал бөлікке жалғанып отыр. Диджитал бөлікке жалғанып отырса, ол 0 мен 1-ді ғана қабылдайды деген сөз. 0 мен 1-ді ғана қабылдаса, онда мен бір рет басқан кезде, бір болған кезде, онда қосымша айнымалы біздегі state деген қосымша тағы да айнымалы берген болатынбыз. Ол қосымша айнымалыда 4 цифр бар. Яғни бірінші рет басыма, ол екінші рет басыма, ол үшінші рет басыма, ол төртінші рет басыма. Яғни бірінші рет басса, онда біздегі ең соңғы жазған скетчтағы жазғанымыз clockwise деген ранг біріміз ол бізде қанша? 150-ді береміз. Яғни бір рет басқанда 150. Екінші рет басқанда екінші рет clockwise ранг 2. Яғни ранг 2. Ранг 2-міздің жылдамдығы ол бізде 200. Ал үшінші рет басқан кезде ол бізде clockwise ранг 3. Ранг 3-міз ол жерде жылдамдығымыз 250-ге берілген. Енді дефолт басқа 4 немесе 5 рет басқан кезде деген емес. Төртінші рет басқан кезде бізде не болады? Төртінші рет басқан кезде ол clockwise-міз 0 болады да, жылдамдығы 0-ге айналады. 0-ге айналған кезде біздің моторымыз айналуы тоқтайды. Көріп отырғандарыңыздай. Мен бір рет басамын. Бір рет бастым.
көріп отырғандарыңыздай бір рет басқан кезде оның жылдамдығы 150 болып тұр. Минимумды жылдамдығы 150. Енді тағы бір рет екінші рет басам. Екінші рет басқан кезде оның жылдамдығы 200-ге көбейді. Енді тағы да бір рет басқан кезде менің жылдамдығым 250-ге көбеюге қажет. Тағы бір рет басамын, тоқтайды. Дәл осындай қылып сіздер өздеріңіздің үй жағдайында желдеткіштер, немесе фендер, немесе тағы да басқа осындай DC мотор қажет ететін, яғни тұрақты токпен жасалынатын моторларды қолдану арқылы өздеріңіз проекттер жасасаңыздар болады. Бұл видео, бұл сабағымыз ұнаса, онда біздің каналымызға жазылып, лайк, дизлайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Көп рахмет.